Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге тілек, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен табада бар жоғы 5 минутта дайын болатын пицца әзірлейміз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тестасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 4 қасық сметана және де 4 қасық майонез, одан кейін 9 қасық ұн қажет. Барлығын осылай кезектеп бір ыдысқа салып алғаннан кейін, оны бір келкі қылып араластырамыз. Ол қоймалжың қою қалыпта болу қажет. Әрі қарай начинкасын дайындаймыз. Ол үшін колбасаны және де помидорды жіңішке қылып турап алдым. Одан кейін үлкен теркадан және де сырды теркадан өткізіп дайындадым. Әрі қарай пиццамызды жинауға кірісеміз. Ол үшін табаға шамалы май қойып, оның үстіне тестамызды саламыз да бір келкі қылып жайғастырамыз. Кетчупты барынша молынан салып, үстіне бір келкі қылып жағып шығамыз. Осыдан кейін үстіне колбасамызды қойып шығамыз, одан кейін помидорымызды қойып, теркадан өткен сырымызды себеміз де 5 минутқа қақпағын жауып, орташа отта қойып қоямыз. Дайын болғаннан кейін бетін қалауларынша сәндесеңіздер болады. Мен кензаның кепкен түрін қостым. Осымен біздің пиццамыз дайын. Тестасы өте жұмсақ болады, а начинкасы өте сочный болып шығады. Отбасыңызды және де балаларыңызды тез арада және оңай пиццамен қуантқыңыз келсе, міндетті түрде дайындап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды және де подписка жіберуді ұмытпаңыз. Рахмет.